Дәліздегі суық хлор иісі қолқаны қабады. Маржан өмірінде бірінші рет айнаға қарауды ұмытты. Оның үстіндегі 2 айлық жалақысына алған қымбат жібек көйлегі мына сұрғылт аурухана қабырғаларының арасында тым бейшара көрінетін. Көзінің бояуы ағып, бетіне қара дақ болып жағылған, бірақ ол бұған мән бермейді. Оның құлағында Әнуардың жиіркенішпен айтқан соңғы сөздері жаңғырып тұр. Өз анасынан маңыздырақ кездесуі бар адаммен менің ортақ ісім болмайды. Маржанның қолындағы кішкентай опадалап айнасы еденге түсіп, тас-талқан болып қирады. Дәл осы сәтте оның тек айнасы емес, бүкіл жалған өмірі, тәкаппарлығы мен Ақбұлақ патшайымы деген атағы да күл-талқан болған еді. Ол ота жасау бөлмесінің есігіне телміре қарап: «Мама, өтінем, тек тірі қалшы», деп сыбырлады. Бәрі қалай басталды? Неге бүкіл ауыл табынатын сұлу ару бір күнде жалғыз қалды? Және оның өмірін асты үстіне төңкерген ол кім еді? Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Ақбұлақ кентінің таңғы аязы терезенің қырауын әлі ерте қоймаған еді. Бірақ Маржан Соқпақбаева үшін әлем терезенің арғы жағындағы аязбен емес, осы бөлмедегі үлкен, алтын жалатылған айнаның ішінде басталатын. Маржан айна алдында тұрғанына тура 15 минут болды. Бұл уақыты оның бетін әрлеу үшін емес, өз-өзіне табыну үшін қажет еді. Ол айнаға қарап тұрып, бетіне түскен таңғы сәуленің қалай ойнайтынын, қара шоколад түстес шаштарының иығына қалай төгілетінін және еріндерінің мінсіз сызығын зерттеді. 28 жас. Тағы 2 жылдан кейін кері санақ басталады деген қорқыныш көлеңкесі болса да, дәл қазір ол осы Ақбұлақтың ешкім дау айта алмайтын тәжсіз патшайымы еді. Ол ақ жібек блузкасы мен денесіне сыптығырлай жабысқан қара шалбарының үстінен саусақтарын жүгіртті. Сәулетті денесімен кербез қимылы оның басты қаруы. Ол ешқашан бір киген киімін 2 апта ішінде қайталап кимейтін. Оның ойынша, адамдар Маржанды көрген сайын жаңа бір нәрсені көруі тиіс, әйтпесе сұлулықтың сиқыры тарқап, жұрттың көзі үйреніп кетеді. Ал Маржан үшін үйреншікті болу өліммен тең. Маржан, шайың суып қалды деген ас үйден анасының даусы естілді. Қазір, мама, деді ол даусына суық бір салқындық қосып. Ол телефондағы Instagram парақшасын парақтап, жаңа түскен лайктар мен тамсанған пікірлерді оқып отырды. Бұл оның күнделікті таңғы ас алдындағы рухани азығы еді. Ас үйге кіргенде мұрынға кофе мен жаңа піскен бауырсақтың иісі келді. Анасы Ажар апа плитаның қасында тұр еді. 50-ден асқан, жүзінде шаршау ізі болса да, көздерінен терең зиялылық есіп тұратын, бұл әйел өмір бойы осы кенттің мектебінде психолог болып істеген. Ол адам жанын жазбай танитын, бірақ дәл осы сәтте өз алдында отырған мен қызының жанына кірер есікті таба алмай жүргендей көрінетін. Маржан үнсіз отырып телефонынан көз алмай нан ауыз тиді. Ажар апа қызына ұзақ қарап тұрып, кенеттен салмақты дауыспен сұрақ қойды. Маржан, айтшы маған. Күндердің күнде барлық айналар жоқ болып кетсе, сенен не қалады? Маржан телефонын үстелге тастай салып, анасына суық көзқараспен қарады. Мама, таңертеңнен бастап тағы да психологияңды бастамашы. Мен жұмысқа асығып жатырмын. Ажар апа терең күрсінді. Ол осыдан 14 жыл бұрынғы Маржанды еске алды. Ол кезде қызы айна алдында сағаттап айналатын өспірім еді. Сол кезде Ажар апа бұл тек өтпелі кезең деп ойлаған. Бірақ жылдар өте келе Маржанның сыртқы сұлулығы оның ішкі әлемін тұншықтырып, бүкіл болмысын жұтып қойғанын енді ғана түсінгендей болды. Сен адамдардың таңданысымен қоректенетін болдың, ботам, деді анасы сыбырлап. Бірақ білесің бе, адамдардың көзі тез жалығады. Олар ертең сенен де сұлуырақ біреуді тапқанда, сенің ішіңдегі қаңырап бос қалған кеңістікті немен толтырмақсың? Маржан жауап орнына сөмкесін іліп, есікке қарай беттеді. Оның биік өкшелі туфлиінің тақылдаған дыбысы бос дәлізді жаңғыртып, анасының сөзін басып кеткендей болды. Ол Ақбұлақтың көшесіне шыққанда, әлем оған бас етіндей сезінетін. Бірақ ол әлі білмейтін еді. Нағыз өмір сынағы айнадағы бейне емес, сол бейненің артындағы тасада тығылып тұрған еді. Маржан көлігіне отырып, артқы көрініс айнасына тағы бір рет қарады. Соңғы рет күлімсіреді.
Бұл күлімсіреуде жылулық емес, жеңімпаздың менмендігі бар еді. Ақбұлақтың қақ ортасында орналасқан, қызыл кірпіштен салынған 2 қабатты банк ғимараты кенттің ең маңызды нысаны еді. Маржан көлігін дәл кіреберіске қаңтарып, есікті нық ашты. Оның келуі әдеттегідей банк ішіндегі тыныштықты бұзды. Кеңсе қызметкерлерінің сыбыры сап тыйылып, ер адамдардың жанары бір сәтке болса да оның жүрісіне ауды. Маржанның лауазымы веб клиенттермен жұмыс жөніндегі менеджер. Негізінде, бұл қызметті бұрынғы директор, жасы жеткен Сәкен Сейітұлы Маржанның сұлулығына тәнті болғаны соншалық, оны банкте ұстап қалу үшін арнайы ойлап тапқан болатын. Оның жұмысы маңызды қонақтарға кофе ұсыну, күлімсіреп қарсы алу және ірі кәсіпкерлердің құжаттарына қол қойдыру. Ол үшін бұл жұмыс емес, өзінің үстемдігін паш ететін сахна еді. Кіреберістегі кезекші үстелінде Сәбит ақсақал отыр еді. Ол ауған соғысының ардагері, өмірдің ашы тұщысын татқан, жүзіндегі терең әжімдері мен өткір көзқарасы адамның ішкі дүниесін тіліп түсетін қарт. Кенттегі Маржанның арбауына түспеген, оның алдында құрдай жорғаламаған жалғыз еркекте осы Сәбит болатын. Қайырлы таң, Сәбит аға, деді Маржан даусына барынша нәзіктікпен паңды қосып. Ол қарттың өзіне жалт қарап, бұл кім болды екен дегендей таңданыс күтетін. Бірақ ақсақал көзін монитордан алғанда жоқ. Ол қолындағы ескі газетін бүктеп, алдындағы 2 қасық қант қосылған қою шайынан бір ұрттады да жай ғана. Солай болсын деп міңгірледі. Маржанның іші қылп ете қалды. Бұл суық қабылдау оның әбден үйреніп қалған тәкаппарлығына соққы болып тиетін. Ол Сәбит ақсақалдың қасынан өтіп бара жатып, әтірінің аңқыған иісін әдейі қалдырып кетті. Ол бәрібір менің сұлулығымды мойындайды деп ойлады. Бірақ қарт күзетші оның артынан қарап тұрып іштей. Әттең, жылтыраған сыртыңдай, ішіңде де бір шөкім жан болсашы деп күрсінгенін Маржан естіген жоқ. Дәлізде оны жергілікті сұлулық салонының иесі Сәуле ұстап алды. Сәуле банкке несиесін төлеуге келген екен, бірақ Маржанды көре сала бәрін ұмытты. Ой, Маржан, мына блузкаң қандай тамаша. Француздық па? Сенің талғамыңа жететін ешкім жоқ қой бұл Ақбұлақта, деп жағымпаздана сөйлеп, оның қолын ұстауға тырысты. Маржан Сәулеге сәл ғана иегін көтеріп жымиды. Бұл жоғарыдан төмен қарайтын, иә, мен сондаймын, сен оған ешқашан жете алмайсың деген ишара еді. Ол өзінің жеке кабинетіне кіріп, есікті іштен іліп алды да, тағы да айнаға беттеді. Сәбит ақсақал қартайған, көзі нашар көреді-ау шамасы деп өзін жұбатты ол. Бірақ көңілінің түкпірінде бір түсініксіз үрей пайда болды. Егер бәрі Сәбит ақсақал сияқты оған бей-жай қарай бастаса, оның өмірінің мәні неде болмақ? Дәл осы сәтте оның телефонына хабарлама келді. Бұл кентке жаңадан келмекші болған, облыс орталығынан ауысатын жас кәсіпкер туралы хабар еді. Маржан еріндерін тағы бір рет бояп, алдағы аңшылықтың жоспарын құра бастады. Ол әлі де Ақбұлақтың патшайымы екеніне сенімді еді. Күн еңкейіп, Ақбұлақ кентінің көшелеріне кешкі көлеңке түсе бастаған шақ. Маржан жұмыстан шығып, жол жөнекей кенттегі ең танымал Береке дәмханасына соғуды жөн көрді. Бұл жер ауылдың бүкіл жаңалығы тоғысатын, ақпарат тарайтын орталық еді. Ол мұнда тамақ ішу үшін емес, өзін тағы бір рет көрсетіп қайту үшін келетін. Дәмхананың іші торкөз дастархандармен жабылған, қабырғаларында ескі Ақбұлақтың суреттері ілінген қарапайым, бірақ жайлы жер еді. Маржан табалдырықтан аттағанда бұрышта отырған бір топ жастың әңгімесі сап тыйылды. Олардың арасында мектептің дене шынықтыру мұғалімі Бауыржан да бар болатын. Бауыржан кең иықты, ашық мінезді, бірақ Маржанды көргенде тілін жұтып қоятын жігіт. Ол Маржанға ұзақ қарап қалды. Оның көзқарасында тамсану емес, көбіне мұң бар еді. Ол Маржанның өзіне ешқашан бұрылып қарамайтынын, оның әлемі басқа екенін іштей сезетін. Армысыздар, деді Маржан тәкаппарлықпен басын сәл изеп. Ол орталықтағы бос үстелге барып отырды да, сөмкесінен соңғы үлгідегі телефонын шығарды. Маржан, келгенің қандай жақсы болды, деп даяшы қыз жүгіріп келді. Әдеттегідей ме? Иә, латте, деді Маржан айналасына көз тастап. Ол бұрыштағы үстелде отырған Бауыржан мен оның достарының өзін сырттай бақылап отырғанын сезіп, іштей рахаттанды. Оған осы назар, осы үнсіз табыну ауадай қажет еді.
Бірақ кенеттен оның құлағына Бауыржанның қасында отырған Дәурен механик пен Настяның, жергілікті дүкеншінің қызы, сыбыры шалынды. «Естідіңдер ме?» деді Дәурен даусын бәсеңдетіп. «Ертең облыстан жаңа инвестор келеді екен. Аты Әнуар Крылов. Жас өте бай дейді. Кенттегі ескі зауытты қайта іске қоспақшы көрінеді. Ол кісі Маржан сияқтыларға қарамайтын шығар» деп мысқылдай күлді Настя. «Оның қалалық қалыңдығы бар деп естідім». Маржанның кофе ішіп жатқан қолы бір сәтке дірілдеп кетті. Әнуар Крылов. Қалалық қалыңдық. Бұл сөздер оның құлағында жағымсыз музыкада естілді. Ол Ақбұлақта өзінен басқа ешкімнің талқыланғанын қаламайтын. Әсіресе жас әрі бай ер адамның пайда болуы оның империясына төнген қауіп іспетті. Маржан телефоннан Әнуардың Facebook парақшасын іздей бастады. Тапты. Қымбат костюм киген, нық сенімді көзқарасы бар жас жігіт. Маржан оның суретіне қарап отырып, еріндерін жымқырды. Оның ойында жаңа жоспар пісіп жатты. Ол Әнуарды баурап алуы тиіс. Бұл тек махаббат емес, бұл оның кент патшайымы деген мәртебесін бекіту үшін керек жеңіс еді. Ол кофесін соңына дейін ішпей, үстелге ақша қалдырды да, нық қадаммен шығып кетті. Артында Бауыржанның мұңлы жанары мен дәмхана ішіндегі желдей ескен өсек қала берді. Үйге келгенде анасы Ажар апа ас үйде кітап оқып отыр еді. Маржан анасына қарамай, тіке өз бөлмесіне өтіп кетті. Ол айнаның алдына қайта барып тұрды. «Көреміз, Әнуар мырза» деп сыбырлады ол өз бейнесіне қарап. «Сен де басқалар сияқты тізе бүгесің». Бірақ сол сәтте терезе сыртында қарашаның суық желі гуілдеп, айнадағы мінсіз бейненің үстіне дірілдеген көлеңке түсіргендей болды. Бұл үлкен дауылдың алдындағы тыныштық еді. Келесі күні Ақбұлақ банкінің іші әдеттегіден тыс жанданып кетті. Әнуар Крыловтың келетіні туралы хабар тарағалы бері қызметкерлердің бәрі жинақы, тіпті директор Сәкен Сейітұлының өзі костюмін үтіктеп, есік алдында біреуді күткендей тықыршып жүрді. Маржан бұл күні өзінің ауыр артиллериясын дайындады. Ол үстіне піл сүйегі түстес, дене бітімін ерекшелеп тұратын классикалық костюм киіп, шашын түйіп тастады. Бұл оған әрі іскерлік, әрі қол жетпес паңдық беретін. Ол өзінің кабинетінде отырып, Әнуардың келуін асыға күтті. Оның жоспары қарапайым. Салқынқандылық танытып, Әнуардың өзіне қызығушылығын ояту. Сағат 11-лер шамасында банктың ауласына су жаңа қара түсті жол талғамайтын көлік келіп тоқтады. Көліктен ұзын бойлы, спорттық дене бітімі бар, киген киімінен қымбат талғам сезілетін Әнуар шықты. Ол ғимаратқа нық қадаммен кіріп келді. Сәбит ақсақал бұл жолы да орнынан қозғалған жоқ. Тек Әнуар оның қасынан өткенде. «Ассалаумағалейкум, ата» деп бірінші болып сәлем берді. «Уағалейкум салам, балам. Жолың болсын» деді Сәбит ақсақал жылы жымиып. Бұл көріністі бақылап тұрған Маржан іштей. «Әлі ақ көреміз» деп мұрнын шүйірді. Сәкен Сейітұлы Әнуарды құрақ ұшып қарсы алып, Маржанның кабинетіне бастап келді. «Әнуар мырза, таныс болыңыз. Бұл біздің ең үздік маманымыз Маржан Соқпақбаева. Сіздің барлық құжаттарыңызбен осы кісі айналысады» деді директор мақтанышпен. Маржан орнынан баяу тұрып, Әнуарға ең сүйкімді, бірақ салқын жымиысын сыйлады. Ол бұл кезде ер адамдардың көзінде пайда болатын естен тану белгілерін көруге дайын еді. «Қайырлы күн, Әнуар мырза. Ақбұлаққа қош келдіңіз» деді ол даусын барынша мәнерлеп. Әнуар оған тура қарады. Оның жанары өткір, бірақ Маржан күткендей тамсану жоқ еді. Ол жай ғана басын изеп, Маржанның ұсынған қолын байқамағандай, бірден үстелдегі құжаттарға көшті. «Рахмет. Құжаттар дайын болса, бірден іске кірісейік. Менің уақытым тығыз» деді Әнуар салқын дауыспен. Маржан бір сәт абдырап қалды. Ол Әнуардың көзқарасынан өзіне деген қызығушылықты емес, тек іскерлікпен елемеушілікті көрді. Ол Әнуарға құжаттарды түсіндіре бастағанда әдейі оған жақын келіп, шашының хош иісін сездіргісі келді. Бірақ Әнуар оған назарды аудармастан, қолына қаламды алып, қағаздарды тексеруге кірісті. «Маржан ханым» деді Әнуар кенеттен басын көтеріп. «Мұнда 3-ші тармақта қате кеткен. Мөлшерлеме дұрыс есептелмеген. Жұмысыңызға мұқият болсаңыз екен».
Бұл Маржанның бетіне шапалақпен тартып жібергендей болды. Бүкіл кент мінсіз деп табынатын Маржанға Әнуар қатең бар деп ескерту жасады. Оның үстіне оны ханым деп атап, араларына үлкен қабырға тұрғызып қойғандай еді. Кешіріңіз, қазір түзетемін деді Маржан беті дуылдап. Кездесу аяқталған соң Әнуар жедел шығып кетті. Ол тіпті артына бұрылып та қараған жоқ. Маржан кабинетінде жалғыз қалғанда айнаға қарауға жүрегі дауаламады. Оның сұлулық қаруы алғаш рет істен шықты. Кешке үйіне қайтып бара жатып, ол Сәбит ақсақалдың қасынан тағы да өтті. Қарт оған қарап, басын шайқады да. Сұлулық, тор сияқты, шырағым. Бірақ торға тек аңқау құстар ғана түседі. Қырандар биіктен қарайды деді жай ғана. Маржан үнсіз шығып кетті. Оның ішінде бұрын соңды болмаған ыза мен түсініксіз бір қорқыныш ояна бастаған еді. Ол Әнуардың өзін елемегеніне емес, өзінің сол қыранның алдында тым кішкентай болып көрінгеніне күйінді. Маржан сол түні ұйықтай алмады. Әнуардың салқын көзқарасы оның тәкаппарлығын осып өткендей болды. Ол өзін жеңілгендей сезінді, ал Маржан үшін жеңіліс ажалмен тең. Ол Әнуарды бағындыруды енді жұмыс емес, жеке намысының ісі деп білді. Ертесіне ол кенттегі зауыттың ашылу салтанатына баратын болды. Әнуар сол жерде болады. Бұл жолы Маржан барын салды. Тым ашық емес, бірақ өте қымбат көрінетін қара көйлек пен иығына ақ түсті жамылғы тастады. Оның есебінше бұл қайырымды әрі іскер ару бейнесін жасауы тиіс еді. Алайда үйден шығар алдында ол ас үйден бір оғаш дыбыс естіді. Анасы Ажар апа үстелге сүйеніп көзін жұмып тұр екен. Жүзі қуарып, дем алысы жиілеп кеткен. «Мама, саған не болды?» деді Маржан, бірақ даусында шынайы қорқыныштан бұрын жұмысқа кешігемін ау деген мазасыздық басым еді. «Ештеңе емес, ботам. Басым сәл айналып кетті». «Сен бара бер» деді анасы даусы дірілдеп. «Дәрі ішіп, жатып демал. Менің бүгін өте маңызды кездесуім бар» деді Маржан анасының бетінен сүйе салып есікке қарай жүгірді. Ол зауытқа келгенде Әнуар халықтың ортасында жүр екен. Ол қарапайым жұмысшылармен қол алысып, олардың мәселелерін тыңдап, жылы сөйлесіп жатты. Маржан оған жақындап, оңаша сөйлесуге сәт іздеді. «Әнуар мырза, тағы да кездескенімізге қуаныштымын» деді ол Әнуардың қасына келіп. «Кент үшін жасап жатқан істеріңіз керемет». Әнуар оған жалт қарады. Бірақ бұл жолы оның көзінде салқындық емес, аздаған жиіркеніш бар еді. «Маржан ханым, мен мұнда мақтау есту үшін емес, іс істеу үшін келдім» деді Әнуар келте қайырып. «Оның үстіне жаңа ғана сіздің үйіңіздің қасынан өткенде жедел жәрдем көлігін көрдім. Сіздің үйіңізге бұрылған сияқты еді. Сізде бәрі дұрыс па?» Маржанның төбесіне мұздай су құйып жібергендей болды. «Жедел жәрдем? Анасы? Мен?» Маржан сөз таба алмай мүдірді. «Иә, бәрі дұрыс. Анама сәл ғана дәрі керек болған шығар». Әнуардың қабағы түйіліп кетті. Ол Маржанға ұзақ қарап тұрды да. «Сұлулық адамның бетінде емес, іс-әрекетінде болады, Маржан ханым. Өз анасынан маңыздырақ кездесуі бар адаммен менің ортақ ісім болмайды» деді де артына бұрылып кетіп қалды. Маржан жұрттың ортасында жалғыз қалды. Айналасындағы адамдардың бәрі оған қарап тұрғандай, бәрі оның ішіндегі тас жүректікті көріп қойғандай сезінді. Оның қымбат көйлегі де, мінсіз бет әлпеті де енді оны қорғай алмайтын еді. Ол көлігіне қалай отырғанын, үйіне қалай жеткенін білмейді. Үйінің алдында расымен де жедел жәрдем көлігі тұр екен. Ол үйге атып кіргенде, дәрігерлер анасын зембілге салып жатты. «Мама!» деп айқайлап жіберді Маржан. Ажар апа көзін ашып қызына қарады. Оның жанарында реніш емес, шексіз аяушылық бар еді. «Келдің бе, ботам?» деп сыбырлады ол. Дәрігер Маржанға қарап. «Инсульт алған сияқты. Тезірек ауруханаға жеткізу керек. Сіз бізбен бірге барасыз ба?» деп сұрады. Маржан өзінің үстіндегі қымбат киіміне, боялған тырнақтарына қарады. Ол дәл қазір аурухананың суық дәлізінде жүруге мүлдем дайын емес еді. Бірақ ол Сәбит ақсақалдың сұлулық, тор деген сөзін, Әнуардың жиіркенішпен қараған жанарын есіне алды. «Иә, барамын» деді ол төмен қарап.
Сол сәтте Маржан Соқпақбаеваның патшайымдық дәуірі аяқталып, Маржанның адамдыққа барар алғашқы ауыр жолы басталған еді. Аурухананың иісі Маржан үшін әрқашан жат болатын. Хлор мен дәрі-дәрмектің өткір иісі қолқаны қабады. Ол аурухананың тар дәлізіндегі ескі орындықта отыр. Үстіндегі қымбат қара көйлегі мен иығындағы ақ жамылғысы мына сұрғылт қабырғалардың арасында тым ерсі, тіпті бейшара көрінеді. Ота жасалып жатқан бөлменің есігіне қарап отырып, Маржан өмірінде алғаш рет айнаға қарауды ұмытты. Оның шаштары үйсіп, көзінің бояуы сәл аққан, бірақ ол бұған мән бермейтін еді. Оның құлағында Әнуардың өз анасынан маңыздырақ кездесуі бар адам деген сөзі жаңғырып тұрды. Дәлізде аяқ дыбысы естілді. Басын көтеріп қараса, Бауыржан. Мектептің дене шынықтыру мұғалімі, оған ғашық болып жүретін сол баяғы қарапайым жігіт. Оның қолында пакет бар. Маржан. Естідім, деді ол даусы бәсең шығып. Ажар апа біздің сүйікті ұстазымыз ғой. Бүкіл ауыл алаңда отыр. Мынау. Саған аздап тамақ пен су әкелдім. Сенің түс ауғаннан бері осында екеніңді айтты. Маржан Бауыржанға қарады. Ол күткендей Бауыржанның көзінен бұрынғы табынуды көрмеді. Оның жанарында тек аяушылық пен достық жанашырлық қана бар еді. Маржан үшін бұл бәрінен де ауыр тиді. Ол өзін сұлулықтың биігінде емес, ең төменгі сатысында тұрғандай сезінді. Рахмет, Бауыржан, деді ол сыбырлап. Анам. Оның жағдайы ауыр. Мен оның қасында болмадым. Мен зауытқа кетіп қалдым. Өзіңді кінәлама, Маржан. Қазір ең бастысы оның амандығы, деді Бауыржан жанына отырып. Бірақ білесің бе, Ажар апа мектепте жүргенде бізге бір нәрсені жиі айтушы еді. Адамның жүрегі оның нағыз айнасы. Егер жүрек кірлесе, сыртқы айнаның бәрі өтірік айта бастайды. Маржан үнсіз қалды. Дәл осы сәтте ота жасау бөлмесінің есігі ашылып, дәрігер шықты. Маржан орнынан атып тұрды. Дәрігер, анам қалай? Дәрігер шаршаңқы жүзбен маңдайын сүртті. Жағдайы тұрақты, бірақ өте ауыр. Инсульт оң жағын жансыздандырып тастаған. Ендігі мәселе оның күтімінде. Ұзақ уақыт оңалту керек. Сабыр сақтаңыз, қазір ол жансақтау бөлімінде болады. Дәрігер кеткен соң, Маржан орындыққа қайта құлап түсті. Ол анасына қарау үшін жұмыстан шығуы керек пе, әлде күтуші жалдай ма? Оның үйреншікті жылтыр өмірі мен анасына деген парызы таразыға түсті. Сол түні ол аурухананың дәлізінде қалып қойды. Түнгі сағат 3-те дәліздің соңынан таныс тұлға көрінді. Бұл Сәбит ақсақал еді. Ол қолына ескі таяғын ұстап, ақсаңдай басып Маржанға жақындады. Отырсың ба, шырағым? Деді қарт жайлап. Сәбит аға. Сіз мұнда қайдан жүрсіз? Ажар жақсы адам. Ол менің соғыстан келгендегі жан жарамды емдеген жан еді. Оған дұға қылуға келдім. Ал саған айтарым, Маржан. Бүгін сенің айнаң сынды. Енді сынықтарды қалай құрастыратыныңды өзің біл. Бірақ есіңде болсын, желімделген айна бұрынғыдай бүтін көрсетпей. Ол шындықты көрсетеді. Маржан Сәбит ақсақалдың сөзіне жауап бере алмады. Ол алғаш рет өзінің қымбат киіміне емес, өз қолына қарады. Оның қолдары қатты дірілдеп тұр еді. Арада бір апта өтті. Ажар апа жансақтау бөлімінен жалпы палатаға ауыстырылды. Оның денесінің оң жағы әлі де жансыз, тілі күрмеліп, сөйлеуге шамасы келмей жатқан еді. Маржан осы бір апта ішінде адам танымастай өзгерді. Оның көз асты ісіп, жүзіне шаршау үзі түскен. Ол күндіз жұмыста, түнде ауруханада болатын. Дүйсенбі күні таңертең Маржан банкке келгенде атмосфераның өзгергенін бірден сезді. Әріптестері оған бұрынғыдай жасқана немесе тамсана қарамайтын болған. Керісінше, оның сыртынан аянышпен, кейбіреулері тіпті тағыңнан құладың ба дегендей кекесінмен қарайтындай көрінді. Директор Сәкен Сейітұлы оны кабинетіне шақырды. Маржан, деді ол көзін тайдырып. Мен сенің жағдайыңды түсінемін. Ажар апа бәріміз сыйлайтын кісі. Бірақ банк бұл жұмыс орны. Соңғы күндері веб-клиенттердің құжаттары кешігіп жатыр. Әнуар Крылов мырза да сенің жұмысыңа көңілі толмайтынын айтты.
Ол өзіне басқа менеджер бекітуді сұрап отыр. Бұл Маржанның намысына тиген кезекті ауыр соққы еді. Бірақ Сәкен Сейітұлы, мен бәрін үлгеріп жүрмін ғой, деп бастады ол, бірақ даусы бұрынғыдай нық шықпады. Саған демалыс керек деп сөзін бөліп тастады директор. Әзірге ақысыз демалыс ал. Ал Әнуар мырзаның істерін уақытша Сәуле, Маржанның басты бәсекелесі жүргізеді. Маржан кабинетіне шыққанда Әнуардың банкке кіріп келе жатқанын көрді. Қасында жаңа менеджер Сәуле құрақ ұшып, жағымпаздана сөйлеп барады. Әнуар Маржанның тұсынан өткенде тоқтап, оған тіке қарады. Маржан ханым, деді ол сабырлы дауыспен. Естуімше, анаңыз палатаға ауысыпты. Қазір ол кісіге менеджер емес, қыз керек. Менің талабым сізді жұмыстан шығару емес, сізге анаңыздың қасында болуға мүмкіндік беру еді. Маржан Әнуарға жалт қарады. Сіз менің тағдырымды шешетін кімсіз? Деді ол ызадан ерні дірілдеп. Мен ештеңе шешкен жоқпын. Сіздің таңдауыңызды тек жеңілдеттім, деді Әнуар салқын ғана. Ал мынау сізге. Ол Маржанға кішкене конверт ұсынды. Бұл не? Бұл облыс орталығындағы ең үздік оңалту орталығының жолдамасы. Анаңызды сол жерге апаруыңызға болады. Мен шығындарын өз мойныма алдым. Бұл Маржан Соқпақбаеваға емес, ұстазым Ажар апаға деген құрметім. Маржан конвертті қолына ұстап қатып қалды. Оның ішінде екі сезім арпалысты. Бірі Әнуардың алдында төмендегісі келмеген менмендік, екіншісі анасының амандығы үшін кез келген көмекке мұқтаждық. Мен мұны қабылдай алмаймын, деді ол конвертті қайта ұсынып. Қабылдайсыз ба, жоқ па, оны айнаға қарап отырып емес, анаңыздың көзіне қарап отырып шешіңіз, деді. Әнуар артына бұрылмастан кетіп қалды. Сол күні кешкісін Маржан ауруханаға келді. Анасының палатасына кіргенде, Ажар апаның терезеге қарап, үнсіз жылап жатқанын көрді. Ол сөйлей алмайды, бірақ жанары бәрін айтып тұр еді. Маржан анасының жансыз қолын алып, өз бетіне басты. Кешірші мені, мама, деді ол еңіреп жылап жіберіп. Мен сені емес, тек өзімді жақсы көріппін. Тек өзімді. Сол сәтте Маржанның сөмкесіндегі айнасы жерге түсіп, тас-талқан болып қирады. Бірақ ол бұрылып та қараған жоқ. Ол өмірінде алғаш рет нағыз шындықты сезініп тұр еді. Маржан сол түні Әнуар қалдырып кеткен конвертті ұзақ ұстап отырды. Оның ішіндегі жолдама Ажар апа үшін жаңа өмірге деген үміт еді. Бірақ ол үміттің құны Маржанның асқақ намысының құлауы. Ол өзін бүкіл Ақбұлақтың алдында масқара болғандай сезінді. Кеше ғана бәрі маған жалтақтап қараушы еді. Енді мен біреудің қайырымдылығына мұқтаж бейшарамын ба? Деген ой өзегін өртеді. Таңертең ол банкке барып, жұмыстан өз еркімен кету туралы өтінішін жазды. Сәкен Сейітұлы таңырқаған жоқ, тек құжатқа үнсіз қол қойып, Маржанға аянышпен қарады. Маржан, бұл дұрыс шешім, деді ол. Қазір сенің орның анаңның қасы. Маржан ештеңе деместен кабинетіне шықты. Ол өзінің қымбат заттарын, үстел үстіндегі сәнді әшекейлерін жинап жатқанда, есіктен Сәуле кіріп келді. Оның жүзінде жасырын бір жеңіс нышаны бар еді. Ой, Маржан, кетіп барасың ба? Қандай өкінішті. Енді Әнуар мырзаның істерімен мен айналысатын болдым, уайымдама, деді ол мысқылмен. Маржан оған жалт қарады. Бұрын болса, ол Сәулені бір ауыз сөзбен жермен жексен етер еді. Бірақ қазір оның ішінде бір бостық орнаған. Жолың болсын, Сәуле. Лайым, сенің бақытың біреудің бақытсыздығына құралмасын, деді де сөмкесін алып шығып кетті. Сәбит ақсақал оны шыға берісте күтіп тұр екен. Сонымен жолға шықтың ба, қарағым? Деді қарт даусы қоңырланып. Иә, Сәбит аға. Анамызды қалаға апаруым керек. Жолдарың болсын. Бірақ біліп қой, қала сенің жараңды жазбайды, ол тек анаңның тәнін емдейді. Жанның емі өз ішіңде. Кетіп бара жатып, Ақбұлаққа өкпелеме. Бұл жер саған бәрін берді, тек сен алуды білмедің. Маржан үнсіз басын изеп көлігіне отырды. Ол ауруханаға барып, анасын облыс орталығындағы оңалту орталығына көшіруге дайындалды. Бауыржан оған көмектесуге келді. Ол Маржанның чемодандарын көлікке тиеп жатып. Маржан, мен сені күтемін.
Қашан оралсаң да, Ақбұлақ сенің үйің болып қала береді деді. Маржан Бауыржанның көзіне қарады. Ол алғаш рет осы жігіттің адалдығын сезінгендей болды. Бұрын ол Бауыржанды қатардағы мұғалім деп менсінбеуші еді, енді ол Маржанның өміріндегі ең берік тіректей көрінді. Көлік Ақбұлақтан шыға бергенде Маржан артқы көрініс айнасына қарады. Ол жерден өзінің емес, біртіндеп алыстап бара жатқан туған ауылының таныс көшелерінің бейнесін көрді. Кенет оның көзі жол жиегінде тұрған қара көлікке түсті. Бұл Әнуардың көлігі еді. Әнуар көлігінен түспей, тек алыстан қол бұлғағандай болды. Біз әлі кездесеміз, Әнуар деп сыбырлады Маржан. Бірақ бұл сөзде кек емес, жаңа бір мақсат бар еді. Облыс орталығындағы орталыққа жеткенде, Маржанды жаңа қиындықтар күтіп тұр еді. Мұнда оны ешкім патшайым деп атамайтын. Ол мұнда тек 14 палатадағы науқастың күтушісі ғана болатын. Бір күні кешкісін ол палатада анасының аяғын уқалап отырып, айналасына қарады. Қабырғалары ақ, суық, айна мүлдем жоқ. Маржан өз бейнесін тек терезенің қараңғы әйнегінен ғана көре алатын. Және сол сәтте ол өзінің бетіндегі алғашқы әжімді емес, жанарындағы алғашқы шынайы мұңды көрді. Маржанның жаңа, қиын, бірақ нағыз өмірі осылай басталды. Облыс орталығындағы оңалту орталығы Маржан үшін нағыз төзім мектебіне айналды. Мұнда оның банктегі абыройы да, Ақбұлақтағы атағы да ешқандай рөл атқармайтын. Орталықтың қатал ережесі бойынша Маржан тек күтуші ретінде ғана рұқсат алды. Енді ол таң атысымен сәнді көйлек емес, қарапайым медициналық халат киіп, анасының тамағын дайындауға, оны жуындыруға және дәрігерлердің нұсқауын орындауға кірісетін. Алғашқы күндері Маржанның нәзік саусақтары ауыр жұмыстан жарылып, арқасы құрысып, шаршағаны сонша түнде палатадағы тар төсекте жатып, үнсіз еңіреп жылайтын. Ол өзінің бұрынғы алтын ұясын, жұрттың жалтақтаған көзқарасын аңсады. Бірақ палатаның бұрышында жатқан жансыз анасына қарағанда бойындағы бар тәкаппарлығы құмдай үгіліп қалатын. «Мама, сен тек жазылшы. Мен бәріне шыдаймын» деп сыбырлайтын ол анасының саусақтарын уқалап отырып. Бірде палатаға орталықтың бас дәрігері кірді. Ол Маржанның анасына жасап жатқан күтімін көріп, таңырқай қарады. «Сізді бұрын біреудің бұйрығымен ғана жүретін еркек қыз ба деп ойлап едім» деді дәрігер салмақты үнмен. «Бірақ сіздің мына қажырлылығыңыз Ажар апаның тезірек оңалуына үлкен септігін тигізеді. Сіз нағыз қызметтің не екенін түсінген сияқтысыз». Маржан бұл мақтауды естігенде бұрынғыдай мақтанған жоқ. Тек езу тартты. Ол өзінің бұрынғы сұлулығынан айырылса да бойында жаңа бір күш, төзім мен мейірім пайда болғанын сезді. Ол айнаға қарауды мүлдем қойды. Оның айнасы анасының жанары еді. Арада 2 ай өткенде керемет оқиға болды. Маржан анасының оң қолын жаттықтырып жатқанда, Ажар апаның саусақтары сәл-селт етті. Маржан тынысын ішіне тартып, қозғалмай қалды. Анасы оған қарап еріндерін жыбырлатты. Содан кейін әлсіз, құмыққан дауыспен: «Маржан», деді. Бұл Маржан үшін Әнуардың мақтауынан да, банктегі лауазымнан да, бүкіл әлемнің тамсануынан да жоғары мәртебе еді. Ол анасының кеудесіне басын қойып, өксіп-өксіп жылап жіберді. Бұл қуаныштың жасы еді. Сол күні кешке орталыққа күтпеген қонақ келді. Бұл Әнуар еді. Ол Маржанды танымай қалды. Қарапайым халат киген, шашын түйіп алған, жүзінде ешқандай бояу жоқ, бірақ көзінде ерекше бір нұр бар әйел оның алдында тұрды. «Маржан, сіз бе?» деді Әнуар таңданысын жасыра алмай. «Иә, Әнуар мырза. Бұл мен Ажардың қызы Маржанмын», деді ол нық дауыспен. Әнуар оған ұзақ қарап тұрды. Оның көзінде бұрынғы жиіркеніште, салқындықта жоқ еді. Оның орнына нағыз құрмет пайда болған еді. «Мен анаңыздың халін білуге және сізден кешірім сұрауға келдім. Мен сізді тым қатал сынаған сияқтымын». «Жоқ», деп күлімсіреді Маржан. «Сіз маған ең қымбат нәрсені, айнадан басқа әлемді көруді үйреттіңіз. Рахмет сізге». Әнуар Маржанға жақындап оның қолын алды. Оның алақандағы еңбектің ізі, Маржанның нағыз әшекейі іспетті еді. Ақбұлақтың патшайымы өлді, бірақ оның орнына жүрегінде махаббаты бар нағыз адам дүниеге келді.
Көктемнің шуақты күндерінің бірінде Ақбұлаққа баратын тас жолдың жиегіндегі қайыңдар бүршік жара бастаған еді. Маржан көлігін ақырын жүргізіп, туған кентіне кіре беріс Стелланың қасынан өтті. Көліктің артқы орындығында арнайы жастықтарға сүйеніп, анасы Ажар апа отырды. Оның жүзінде әлі де аурудың ізі болғанымен, көздеріне жан бітіп, туған жерінің ауасын құныға жұтып келе жатты. Маржанның жүрегі жиі соғып тұрды. Ол Ақбұлақтан 3 ай бұрын қашып кеткендей болып кетіп еді. Ал қазір ол мүлдем басқа адам болып оралып жатыр. Кенттің орталығына жақындағанда ол Береке дәмханасының қасынан өтті. Ол жерде отырған адамдар Маржанның көлігін танып, терезеден телміре қарасты. Бірақ Маржан бұрынғыдай бәрі маған қарасын деп емес, тек анасының жайлылығын ойлап, көлікті ақырын жүргізді. Үйінің алдына келгенде, ол таңғажайып көріністің куәсі болды. Ауланың алды тап-тұйнақтай етіп сыпырылған, шарбақтар жаңадан сырланған, тіпті анасы жақсы көретін гүлзарларға жаңа гүлдер егілген екен. Қақпаның алдында Сәбит Ақсақал мен Бауыржан тұрды. «Қош келдіңдер, қарақтарым», деді Сәбит Ақсақал даусы қарлығып. «Ажар, айналайын, аман оралғаныңа шүкір». Бауыржан жүгіріп келіп, Ажар апаны көліктен түсіруге көмектесті. Маржан оған қарап, жылы жымиды. Бұл жымиыста бұрынғыдай менмендік емес, шексіз алғыс бар еді. «Мұның бәрін кім істеді?» деп сұрады Маржан аулаға таңдана қарап. «Кент жұрты», деді Бауыржан. «Сендер кеткенде бәріміз Ажар апаның тезірек жазылуын тіледік. Жігіттер жиналып шарбақты жөндедік, қыздар гүл екті. Біз сені күттік, Маржан». Маржан үйіне кіргенде бәрі бұрынғыдай екенін көрді. Бірақ бір нәрсе жетіспейтін. Ол айналар. Оның бөлмесіндегі үлкен алтын жалатылған айнаның орны бос тұр еді. «Ол айнаны мен алдыртып тастадым», деді Сәбит Ақсақал ішке кіріп. «Ол айна саған енді керек емес деп ойладым. Сен енді өз шындығыңда адамдардың алғысынан көретін боласың». Сол күні кешке Маржан аулада отырып, аспандағы жұлдыздарға қарады. Ол өзінің ең қымбат киімдерін, бояуларын, сәнді әшекейлерін қорапқа салып, шатырға тастап келген болатын. Оның үстінде қарапайым жұмыс киімі, қолында анасына арналған дәрі-дәрмек. Кенет қақпаның алдына таныс қара көлік келіп тоқтады. Бұл Әнуар еді. Ол көліктен түсіп, Маржанға жақындады. Оның қолында үлкен гүл шоғы емес, кішкентай ғана бір кітап пен жұмыс құжаттары бар еді. «Маржан», деді Әнуар салмақты дауыспен. «Банктегі орның әлі бос. Сәуле жұмысты атқара алмады, ол тек сыртқы жылтырға мән береді екен. Бізге адамның жанын түсінетін маман керек. Қайта ораласың ба?» Маржан Әнуарға қарап, сосын терезеден көрініп тұрған анасына қарады. «Мен қайта ораламын», деді ол нық дауыспен. «Бірақ бұрынғы Маржан болып емес. Мен Ақбұлақтың қызы болып ораламын». Бұл кеш Ақбұлақ үшін жаңа бір хикаяның бастауы еді. Жұрт сұлулығымен мақтанған Маржанды ұмытып, жүрегі нұрлы Маржанды тани бастады. Дүйсенбі күні таңертең Маржан банк табалдырығын 3 айдан соң қайта аттады. Бірақ бұл жолы оның келуі бүкіл ұжымды аң-таң қалдырды. Оның үстінде бұрынғыдай қымбат, айқайлап тұрған сәнді көйлек емес, қарапайым, бірақ аса талғампаз қара көк түсті іскерлік костюм. Шашында жайып жібермей, жинақ етіп түйіп алған. Ең бастысы, оның жүзіндегі менмендіктің орнын биязылық пен сабыр басқан еді. Ол кіреберістегі Сәбит Ақсақалға жақындап, иіліп сәлем берді. «Сәлемсіз бе, Сәбит аға? Жұмысыңыз жеңіл болсын». Ақсақал көзілдірігінің үстінен Маржанға ұзақ қарап, риза кейіппен басын изеді. «Бағың ашылсын, қарағым. Нағыз сұлулық енді келіпті жүзіңе», деді ол қоңыр даусымен. Маржан өзінің бұрынғы кабинетіне жақындағанда, іштен дауыс естілді. Сәуле Әнуар мырзаның алдында құрақ ұшып, құжаттарды көрсетіп жатыр екен. «Әнуар мырза, Маржанның бұрынғы қателіктерін мен әрең жөндеп шықтым. Оның қайта оралғаны жақсақ, бірақ мұндай жауапты істі маған қалдырғаныңыз дұрыс болар еді», деп Сәуле жағымпаздана сөйледі. Әнуар терезеге қарап тұрған күйі есікке бұрылды. Есік алдында тұрған Маржанды көргенде, оның суық жанары бірден жылына түскендей болды. «Қош келдіңіз, Маржан ханым», деді Әнуар. Сәуленің сөзін естімегендей ақ Маржанға қарай бір адым жасады. «Біз сізді күттік».
Сәуленің жүзі қызарып, іштарлығы сыртына шығып кетті. Маржан, сенің орныңды мен жоқтатпауға тырыстым, бірақ. Деп бастаған Сәуленің сөзін Маржан сабырмен бөлді. Рахмет, Сәуле. Менің жоғымды білдірмегеніңе қуаныштымын. Енді мен өз міндетіме кірісе аламын. Саған бұдан былай Әнуар мырзаның құжаттары үшін бас ауыртудың қажеті жоқ, деді де, Маржан өз үстеліне жайғасты. Сәуле ашумен кабинеттен атып шықты. Ол Маржанды қалай болса да мұқатуды көздеп, банк директоры Сәкен Сейітұлына барып, Маржанның анасының күтіміне байланысты жұмысқа толық беріле алмайтынын айтып шағымданды. Түс қайта Сәкен Сейітұлы Маржанды шақырды. Маржан, Сәуле сенің анаңның жағдайын айтып уайымдап жүр. Мүмкін саған толық емес жұмыс күні керек шығар. Маржан жымиды. Ол Сәуленің бұл әрекетінен ешқандай кек көрген жоқ, тек аяушылық сезінді. Сәкен Сейітұлы, менің жұмысқа деген қабілетімді сөзіммен емес, ісіммен бағалаңыз. Ал анамның күтімі менің парызым, ол жұмысыма ешқашан кедергі болмайды. Сол күні кешке жұмыс аяқталғанда Әнуар Маржанды тоқтатып алды. Маржан, кешке бос болсаңыз, Ақбұлақтың шетіндегі зауыттың құрылысын көрсеткім келеді. Сол жерде халыққа арналған шағын емхана салмақшымын. Сіздің анаңыз сияқты жандарға көмек беретін орталық ашсақ деген ойым бар. Соның жоспарына сіздің кеңесіңіз керек. Маржан Әнуардың көзінен тек кәсіпкерді емес, үлкен жүректі адамды көрді. Қуана келісемін, деді ол. Олар зауыт басында ұзақ сөйлесті. Әнуар Маржанға өзінің қалалық қалыңдығы туралы қауесеттің тек өсек екенін, оның жүрегі әлі де бос екенін аңғартқандай болды. Маржан болса, алғаш рет біреуге сұлу көріну үшін емес, біреуге керек болу үшін сөйлеп тұрған еді. Осы сәтте Сәуле алыстан оларды бақылап тұрып, өзінің соңғы айласы Маржанның баяғы тәкаппарлығын дәлелдейтін ескі видеоларды Әнуарға жіберуді ойлап тұр еді. Бірақ ол білмейтін. Әнуар үшін кешегі Маржан емес, бүгінгі Маржан маңызды болатын. Сәуле өзінің жеңілгенін мойындағысы келмеді. Ол Маржанның банктегі беделі мен Әнуардың алдындағы абыройын бір жола тып-типыл ету үшін соңғы, ең лас айласына көшті. Ол Маржанның бұрынғы, тәкаппар кезінде түсірілген видеоларын, жұмысшыларды менсінбей сөйлегенін, кедей-кепшікті мазақ еткен сәттерін жинап, Әнуардың электронды поштасына жолдады. Нағыз Маржанның кім екенін көргіңіз келсе, мынаны ашыңыз деген қысқа ғана хат қалдырды. Келесі күні банктегі атмосфера өте ауыр болды. Әнуар өз кабинетінен шықпай, ешкімді қабылдамады. Маржан Әнуардың көңіл күйінің жоқтығын сезсе де, жұмысын сабырмен жалғастыра берді. Ол бұрынғыдай біреудің қас-қабағына қарап жалтақтаудан кеткен, оның қазіргі басты мақсаты адал еңбек пен анасының амандығы еді. Түскі үзіліс кезінде Әнуар Маржанды жеке сөйлесуге шақырды. Оның үстелінің үстінде Сәуле жіберген видеолар қосулы тұр еді. Мынаған не айтасыз, Маржан ханым? Деді Әнуар салқын дауыспен. Мына видеодағы әйел мен бүгінгі көріп жүрген адам екі бөлек әлем сияқты. Қайсы нағыз сіз? Әлде бұл да кезекті бір рөл ме? Маржан видеоға бір сәт қарады да көзін тайдырмай Әнуарға тіке қарады. Оның жүзінде ақталу да, қорқыныш та жоқ еді. Бұл менмін, Әнуар мырза. Бұл менің өткен өмірім. Тәкаппар, соқыр және жүрегі тас болып қатып қалған Маржан. Мен бұл видеолардан қашпаймын, және оларды жоққа шығармаймын. Сол қателіктер болмаса, мен бүгінгі шындықтың қадірін білмес едім. Егер сіз мені сол өткен шағыммен бағаласаңыз, сіздің еркіңіз. Мен өзгергенімді ешкімге дәлелдеуге міндетті емеспін. Мен тек өзімнің алдымда және анамның алдында ғана жауаптымын. Әнуар үнсіз қалды. Ол Маржанның бұлай ашық әрі батыл жауап беретінін күтпеген еді. Ол видеоны өшіріп, орнынан тұрды. Білесіз бе, Маржан? Сәуле бұл видеоларды мені сізден суыту үшін жіберді. Бірақ ол бір нәрсені ескермеді. Адамның өткен емес, оның сол өткенінен қандай сабақ алғаны маңызды. Мен сіздің өткеніңізді емес, бүгінгі жүрегіңізді таңдаймын. Осы сәтте есік сыртында тыңдап тұрған Сәуле өзінің соңғы үмітінің үзілгенін түсінді. Ол сол күні жұмыстан өз еркімен кетуге мәжбүр болды. Өйткені Ақбұлақ сияқты шағын жерде біреудің аяғынан шалу ерте ме кеш пе өз басына келетінін түсінген еді. Кешке Маржан үйіне оралғанда оны тағы бір қуаныш күтіп тұр еді.
Ажар апа алғаш рет өз бетінше ас ішіп, Маржанға жылы жымиып қарады. Оның тілі де біртіндеп жазылып келе жатқан еді. «Бақытты бол, ботам», деп сыбырлады анасы. Сол түні Ақбұлақтың аспанында ай ерекше жарқырап тұрды. Маржан аулада отырып, Бауыржанның келе жатқанын көрді. Бауыржан оған кішкентай ғана бір қорапша ұсынды. «Бұл не?» деп сұрады Маржан. «Бұл менің анамның көзі. Күміс алқа. Ол кісі кімнің жүрегі таза болса, соған сыйла деген еді. Мен оның иесін тапқан сияқтымын», деді Бауыржан. Маржан алқаны қолына алып, оның салқындығынан бір жылулық сезінді. Оның алдында үлкен таңдау тұр еді. Әнуардың жарқын болашағы мен үлкен жобалары ма, әлде Бауыржанның адал да қарапайым махаббаты ма? Бауыржанның ұсынған күміс алқасы Маржанның алақанында оттай басты. Бұл тек әшекей емес, бұл Ақбұлақтың қарапайым, бірақ таза махаббатының белгісі еді. Бауыржан оған ешқашан алтын таулар уәде етпесе де, ең ауыр күндері жанынан табылған жалғыз адам болатын. Бауыржан. Маржанның даусы дірілдеп шықты. Бұл тым қымбат сыйлық. Мен бұған лайықпын ба, жоқ па, әлі де білмеймін. Лайықты екеніңді сен емес, сенің істерің көрсетті, Маржан. Мен сені айна алдындағы патшайым кезіңде де, аурухана дәлізіндегі шаршаңқы кезіңде де жақсы көрдім. Маған сенің сұлулығың емес, сенің барың керек, деді Бауыржан сабырмен. Сол түні Маржан тағы да ұйықтай алмады. Оның ойы екіге бөлінді. Бір жағында Әнуар. Білімді, өршіл, Ақбұлақты өзгерткісі келетін, Маржанның деңгейін өсіретін адам. Онымен бірге үлкен белестер мен жаңа әлем күтіп тұрғандай. Екінші жағында Бауыржан. Оның жанында Маржан өзін қауіпсіз, тыныш және шынайы сезінеді. Ертесіне Әнуар Маржанды зауыттың салынып жатқан емхана бөліміне шақырды. Маржан, менің жоспарларым өзгерді, деді Әнуар құрылыс алаңына қарап тұрып. Маған облыс орталығынан үлкен жобаны басқаруды ұсынды. Мен Ақбұлақтағы істі аяқтап, қалаға оралуым керек. Мен сенің де менімен бірге кеткеніңді қалаймын. Онда сені бұдан да жоғары лауазым, бұдан да үлкен мүмкіндіктер күтіп тұр. Ақбұлақта сенің талантың тасада қалып қояды. Маржан Әнуарға ұзақ қарады. Бұл бұрынғы Маржан армандаған ұсыныс еді. Қала, атақ, билік. Ал анам ше? Деп сұрады Маржан. Анаңды да бірге алып кетеміз. Ең жақсы клиникаларға жатқызамыз. Ойлан, Маржан. Бұл сенің жаңа өміріңнің бастауы болуы мүмкін. Маржан үйіне оралып, анасының қасына отырды. Ажар апа қызының мазасыз күйін сезгендей, оның қолын әлсіз ғана қысты. Ботам, деді анасы, тілі сәл күрмеліп. Қайда болсаң да, жүрегіңнің үнін тыңда. Мен үшін уайымдама. Менің ең үлкен емім сенің бақытың. Маржан терезеден аулаға қарады. Онда Бауыржанның анасы еккен гүлдерге су құйып жүргенін көрді. Ол Ақбұлақтың топырағын, осы ауаны, Сәбит ақсақалдың ақылын, халықтың жылуын тастап кетуге дайын ба? Кенет ол өзінің бұрынғы алтын өмірінің қаншалықты жалған болғанын есіне алды. Әнуар ұсынған қала өмірі тағы да сол айналар әлеміне айналып кетпей ме? Маржан сыртқа шығып, Бауыржанның қасына барды. Бауыржан, маған көмектесші. Мен таңдау жасауым керек. Бауыржан тоқтап, Маржанға тура қарады. Маржан, таңдау бұл қай жерде тұратының емес, кіммен бірге болатының. Егер сенің бақытың Әнуармен бірге болса, мен сені жіберуге дайынмын. Менің махаббатым сені торға қамау емес, сенің бақытыңды көру. Маржан Бауыржанның көзінен нағыз еркектің, нағыз жанның тереңдігін көрді. Сол сәтте оның ішіндегі соңғы күмән селдей ағып кеткендей болды. Мен ешқайда кетпеймін, деді Маржан күлімсіреп. Менің орным осы жерде. Менің шындығым осы Ақбұлақ. Маржанның шешімі бүкіл Ақбұлаққа желдей есті. Оның облыс орталығындағы жарқыраған өмірден бас тартып, туған кентінде қалуды таңдағаны көпшілікті таңғалдырды. Әнуар Маржанның жауабын естігенде алғаш рет үнсіз қалды. Оның жанарында реніш емес, өкініш пен үлкен құрмет араласқан бір сезім ұшқындады. Сенің бұл таңдауың нағыз ерлік, Маржан, деді Әнуар аттанар алдында. Мен Ақбұлаққа зауыт салуға келіп едім,
бірақ сенің арқаңда адамның жүрегінде қайта салуға болатынын түсіндім. Салынған емхана мен мектеп менің саған және осы кентке деген сыйым болсын. Әнуардың көлігі кент шетіне ұзап кеткенде, Маржанның иығынан үлкен бір жүк түскендей болды. Ол енді біреудің үмітін ақтау үшін емес, өз жүрегінің қалауымен өмір сүре бастады. Арада бірнеше күн өткен соң Маржан банктегі жұмысынан кейін Сәбит ақсақалға соғуды жөн көрді. Алайда күзетшінің орнында басқа адам отыр екен. Сәбит аға қайда? Деп сұрады Маржан жүрегі жамандықты сезгендей. Қарттың жағдайы нашарлап, үйінде жатыр екен деді жаңа күзетші төмен қарап. Маржан бірден Бауыржанды алып, ақсақалдың кішкентай үйіне қарай асықты. Сәбит ақсақал төсек тартып жатса да, Маржанды көргенде жүзі нұрланып кетті. Оның бөлмесінде ешқандай сән-салтанат жоқ, тек ескі суреттер мен ауған соғысынан қалған медальдары тұр еді. Келдің бе, Ақбұлақтың аққуы? Деді қарт әлсіз дауыспен. Мен сені күтіп едім. Сәбит аға, бұл қалай болғаны? Сіз әлі талай тойдың сәні боласыз ғой. Маржан қарттың қолын ұстады. Оның жанарына жас толды. Жоқ, қарағым. Менің уақытым жетті. Мен бұл дүниеде көп нәрсені көрдім. Соғыстың сұрапылында, адамның сатқындығында. Бірақ ең қиыны адамның өз нәпсімен соғыс екен. Сен сол соғыста жеңіп шықтың. Соны көргеніме ризамын. Сәбит ақсақал жастығының астынан ескі, тозығы жеткен бір кітапты шығарды. Бұл, кенттің тарихы мен ақсақалдың өз қолымен жазған естеліктері. Мынау саған аманат, Маржан. Мұнда Ақбұлақтың әрбір тасының, әрбір адамының тарихы бар. Сен енді осы кенттің жанысың. Сұлулығыңды тек жүзіңде емес, осы аманатқа деген адалдығыңда сақта. Сол түні Сәбит ақсақал мәңгілік сапарына аттанды. Бүкіл Ақбұлақ ақсақалды ақырғы сапарға шығарып салды. Маржан қарттың зиратының басында тұрып, оның сұлулық, тор деген сөзін тағы бір рет еске алды. Бірақ енді ол тордың есігі ашық, ал Маржанның қанаттары еркіндікте. Жерлеу рәсімінен кейін Бауыржан Маржанның жанына келді. Енді бәрі басқаша болады, иә? Деп сұрады ол. Иә, Бауыржан. Енді біз тек өзіміз үшін емес, Сәбит аға сияқты жандардың аманаты үшін өмір сүреміз. Маржан үйіне оралғанда анасы Ажар апаның алғаш рет өз аяғымен аулада жүргенін көрді. Анасының жүзіндегі қуаныш Маржан үшін әлемдегі ең үлкен марапат еді. Ол айнаға қарауды мүлдем ұмытқан еді, бірақ бүкіл кент оның жүзінен бұрын соңды болмаған ерекше бір нұрды көретін. Сәбит ақсақалдың қазасынан кейін Ақбұлақ кенті бір сәт құлазып қалғандай болды. Бірақ Маржан мұңға беріліп отырудың орнына қарттың аманатын орындауға бел буды. Ол Әнуар салғызып кеткен емхананың бір қанатын Сәбит ақсақал атындағы рухани орталық етіп ашуды ұсынды. Бұл жай ғана ғимарат емес, бұл кенттің жадыды деді Маржан банктегі кезекті жиналыста. Сәбит ағаның қолжазбалары, ескі суреттер мен Ақбұлақтың тарихы осы жерде сақталуы тиіс. Жастар кім екенін ұмытпауы керек. Маржанның бұл бастамасын бүкіл ауыл қолдады. Тіпті бұрын Маржанды тек сұлу келіншек деп қабылдайтын ақсақалдардың өзі оның алдына келіп баталарын беріп жатты. Ол енді банк менеджері ғана емес, кенттің қоғамдық өмірінің ұйытқысына айналды. Бірде кешкісін жұмыстан шаршап оралған Маржанды аулада Бауыржан күтіп тұр екен. Ол бұл жолы әдеттегідей емес, өте жинақы әрі қобал жолы көрінді. Маржан, деді ол даусы сәл дірілдеп. Біз көп нәрсені бастан өткердік. Мен сенің өзгергеніңді, нағыз бейнеңді тапқаныңды көрдім. Енді мен сенің жаныңда тек досың немесе көмекшің емес, серігің болғым келеді. Бауыржан тізе бүгіп алғашқыда берген күміс алқаның жанына тағы бір кішкене ғана жүзікті қойды. Бұл қазақы дәстүрмен соғылған, өте қарапайым, бірақ баға жетпес құсмұрын жүзік еді. Менің жарым болып, осы үйдің отын бірге тұтатуға келісесің бе? Маржанның жанарына жас іркілді. Бұл қуаныштың, тазалықтың және жаңа өмірдің жасы еді. Ол Әнуардың ұсынған зәулім үйлерін, қымбат көліктерін емес, Бауыржанның осы бір шынайы алақанын таңдады. Иә, Бауыржан. Мен сенімен бірге болуға, осы Ақбұлақтың қарапайым келіні болуға дайынмын, деді ол. Осы сәтте үйден Ажар апа шықты.
Ол таяғына сүйеніп болса да, нық басып жүріп келе жатты. Анасының жүзіндегі бақытты көріп, Маржан өзінің ең дұрыс таңдау жасағанын түсінді. «Бақытты болыңдар, балаларым», деді Ажар апа. «Сұлулық көзде емес, көңілде екенін бүгін тағы бір рет дәлелдедіңдер». Тойдың хабары кентке тез тарады. Бірақ бұл Маржанның баяғыда армандаған дүркіреген, жұртты таң қалдыратын той емес, бүкіл ауылдың басын қосатын, ақ ниетті, қарапайым думан болмақ еді. Маржан өзінің ақ көйлегін тіктіруге тапсырыс бергенде, тігіншіге бір ғана өтініш айтты. Ол тым қымбат болмасын, бірақ одан қазақтың ибасы мен иісі сезіліп тұрсын. Маржан өзінің бөлмесіндегі бос тұрған айнаның орнына Сәбит ақсақалдың суреті мен аманат еткен кітабын қойды. Ол енді айнаға қарамай-ақ өзінің кім екенін жақсы білетін. Маржан мен Бауыржанның тойы Ақбұлақ тарихындағы ең ерекше күн болды. Бұл бұрынғы Маржан армандағандай байлық пен менмендіктің шеруі емес, кенттің бірлігі мен шынайы махаббаттың мерекесіне айналды. Береке дәмханасының алдына үлкен ақ шаңқан киіз үйлер тігіліп, ауылдың үлкен кішісі ортақ қуанышқа жиналды. Маржанның үстіндегі ақ көйлегі асыл тастармен емес, нәзік ұлттық оюлармен өрнектелген, ерекше бір иба мен биязылықтың белгісінде еді. Оның жүзінде бұрынғыдай жасанды күлкі емес, жан дүниесінің тыныштығынан туған нұр ойнайтын. Тойдың ортасында кентке пошташы келіп, Маржанның атына келген үлкен қорапты табыс етті. Бұл Әнуардың облыс орталығынан жіберген сыйлығы екен. Қораптың ішінде Әнуардың құттықтау хаты мен жаңадан ашылған оңалту орталығына арналған заманауи медициналық құрал жабдықтардың құжаттары жатыр екен. Хатта былай деп жазылыпты. Маржан, сен маған нағыз байлықтың ақшада емес, адамның ішкі еркіндігінде екенін көрсеттің. Бұл жабдықтар сенің анаң сияқты жандардың аяққа тұрып кетуіне көмектесін. Бақытты бол. Бұл сыйлықты естігенде Ажар апаның көзіне жас толды. Ол қызының қолынан ұстап көпшіліктің алдында ақ батасын берді. Осыдан біраз уақыт бұрын мен қызымның болашағынан қорқушы едім, деді Ажар апа даусы нық шығып. Бірақ бүгін мен ең бақытты анамын. Өйткені менің қызым айнадағы бейнесін емес, өз жанын тапты. Бауыржан, балам, Маржанды саған, сені Маржанға аманат еттім. Кеш батып, жұлдыздар жамырағанда Маржан Бауыржанның үйіне келін болып түсті. Табалдырық аттағанда ол өзімен бірге Сәбит ақсақалдың аманат кітабын ала келді. Ол үшін бұл алтын күмістен де қымбат жасау еді. Алғашқы келіндік таңында Маржан ерте тұрып, ауланы сыпырып, самаурын қойды. Ол бұрын бұл істі өзіне лайық емес деп санаса, қазір осы қарапайым еңбектен үлкен ләззат алатынын түсінді. Сәуле Маржанның бұрынғы бәсекелесі сырттай бақылап тұрып, Маржанның бұл рөліне басында сенбеген еді. Бірақ Маржанның әрбір қимылынан ескен шынайылық оның да іштарлығын ертіп жібергендей болды. Сәлем, Маржан, деді Сәуле шарбақтың арғы жағынан ақырын дауыстап. Құтты болсын. Сен шынымен бақытты көрінесің. Маржан Сәулеге қарап, бауырмалдықпен күлімсіреді. Рахмет, Сәуле. Бақыт, ол сыртқы жылтырда емес, ішкі тыныштықта екен. Кел, шәй ішейік. Бұл Маржанның Ақбұлақ әйелдерімен арадағы соңғы қабырғаны құлатқан сәті еді. Ол енді патшайым емес, осы ауылдың сүйікті келіні, адал досы және ақылшысы бола бастады. Ақбұлаққа тағы бір жайма шуақ көктем келді. Маржанның Бауыржанның шаңырағына келін болып түскеніне де бір жылдан асты. Бұл жыл Маржан үшін бұрынғы 10 жылдық өмірінен әлдеқайда мазмұнды, әрі қымбат болды. Ол енді банктегі қызметін кенттегі жаңадан ашылған оңалту орталығының басшылығымен қатар алып жүрді. Әнуар жіберген заманауи құрылғылар мен Маржанның қажырлы еңбегінің арқасында Ақбұлақ оңалту орталығы облысқа танымал бола бастады. Бірақ Маржан үшін ең үлкен жеңіс анасы Ажар апаның таяғын тастап, өз бетінше емін еркін жүре бастағаны еді. Маржан, қарашы, бүгін мен бақшадағы алғашқы раушандарды өз қолыммен суардым, деді Ажар апа қуанышын жасыра алмай. Оның жүзіндегі әжімдер енді мұңнан емес, тек күлкіден пайда болғандай еді. Маржан анасына қарап тұрып, іштей тәубе деді. Ол осы бір жыл ішінде нағыз бақыттың алуда емес, беруде екенін түсінді. Оның айналасына шашқан мейірімі кент халқының оған деген көзқарасын түбегейлі өзгертті. Енді оны көшеде көргендер мінсіз сұлу деп емес, біздің Маржан, алтын жүректі қызымыз деп атайтын.
Бірде жұмысқа Бауыржан келіп, Маржанды шетке шығарды. Оның жанарында бір ерекше ұшқын бар еді. Маржан, естідің бе? Облыстық әкімшілік біздің кенттегі рухани орталық пен оңалту бөлімін үздік әлеуметтік жоба деп таныпты. Келесі аптада Әнуар келеді екен, марапаттау рәсіміне қатысады, деді Бауыржан мақтанышпен. Бұл хабар Маржанды қуанса да, ол бұрынғыдай мақтанға салынбады. Ол тек Сәбит Ақсақалдың аманат кітабына тағы бір жарқын бет қосылатынына риза болды. Сол күні кешке Маржан үйінің айналасын ретке келтіріп жүріп, бұрышта тұрған ескі сандықтың астынан шаң басқан кішкентай бір затты тауып алды. Бұл оның баяғыда Әнуарды баурап алмақ болғанда қолданған қымбат опа далаптарының қалдығы мен кішкене қол айнасы еді. Маржан айнаға қарады. Ол жерден бұрынғы тәкаппар, суық көзқарасты сұлуды емес, шаршағанына қарамастан, жанары нұрға толы, жүзінен аналық мейірім мен жарына деген адалдық есіп тұрған нағыз әйелді көрді. Маржан айнаны жайлап қана қорапқа салып, сандыққа қайта қойды. Оған енді бұл айнаның керегі жоқ еді. Оның бүкіл болмысы, оның әрбір ісі айналасындағы адамдардың жүрегінде шағылысып тұрған шынайы бейне болатын. Маржан, шай дайын. Анаң екеуміз сені күтіп отырмыз, деген Бауыржанның даусы Маржанды қиялынан оятты. Ол үйге қарай нық басып бара жатып, Ақбұлақтың аспанындағы айға қарады. Оның өмірі енді ғана нағыз мағынасына ие болған еді. Ақбұлақ кентінің орталық алаңына халық әдеттегіден көп жиналды. Бүгін Сәбит Ақсақал атындағы орталық пен жаңа емхананың ресми түрде облыстық деңгейдегі үздік жоба деп танылған күні. Кенттің ажары кіріп көшелеріне гүл егілген, ал адамдардың жүзінде ертеңгі күнге деген сенім мен мақтаныш сезімі ұялаған. Әнуар Крылов облыстық делегациямен бірге келіп, Маржанға құрмет грамотасын табыс етті. Ол Маржанға қарап тұрып, іштей таң қалды. Оның алдында баяғыдай жасанды сұлулықтың иесі емес, бүкіл кенттің анасына айналған ақыл мен парасаттың символы тұр еді. Маржан ханым, деді Әнуар сахнада тұрып. Мен көптеген қалаларды араладым, зәулім ғимараттар салдым. Бірақ нағыз өзгерістің бір ғана адамның жүрегінен басталып, бүкіл қауымды жарықтандыратынын осы Ақбұлақта, сіздің мысалыңызда көрдім. Сіз, біздің жобамыздың ғана емес, осы өңірдің нағыз жанысыз. Маржан сөз алғанда алаңда тыныштық орнады. Ол сасқалақтаған жоқ, дауысы нық әрі биязы шықты. Бұл марапат, менікі емес. Бұл маған шындық сыртында емес, ішінде деп үйреткен анамның, сұлулық, тор деп ескерткен Сәбит Ақсақалдың және менің кез келген күйімде жанымнан табылған Бауыржанның марапаты. Сұлулық ол айнадағы бейне емес, ол біздің бір-бірімізге деген мейіріміміз. Ақбұлақ менің көзімді ашты, енді менің міндетім осы жарықты басқаларға тарату. Жиын аяқталған соң Маржан мен Бауыржан үйге қарай жаяу тартты. Жол жөнекей оларға кент тұрғындары жолығып, алғыстарын айтып жатты. Бір кездері Маржаннан сескеніп, сыртынан ғайбат айтатын адамдар енді оны өз туысындай көреді. Үйге келгенде Маржанды тағы бір үлкен қуаныш күтіп тұр екен. Ажар апа тербелмелі орындықта отырып, кішкентай нәрестенің киімін тоқып отыр екен. Маржан анасының қасына келіп, басын оның иығына қойды. Мама, сенің айтқаның келді. Айналар жоқ болса да мен өзімді таптым, деді Маржан сыбырлап. Мен білгенмін, ботам. Жүрегіңнің нұры ақыры сыртына шықты, деді анасы жылы жымиып. Сол түні Маржан Сәбит Ақсақалдың аманат кітабының соңғы бетіне өз қолымен мынадай жолдарды жазды. Сұлулық бұл билік емес, бұл жауапкершілік. Нағыз патшайым тақта отырған адам емес, өзгенің мұңын өз мұңындай сезіне білетін жан. Мен Маржанмын, Ақбұлақтың қызымын. Және мен бүгін алғаш рет нағыз бақыттымын. Ол терезеден айға қарады. Ақбұлақ ұйқыға кеткен, бірақ оның жүрегіндегі нұр ешқашан сөнбейтіндей еді. Маржан Соқпақбаеваның хикаясы осылайша аяқталды. Ол сұлулығын жоғалтқан жоқ, ол оны мәңгілікке айналдырды.